1771 жыл. Еділдің бойы. Қаңтарылған қаңтар айында кеуделерінде бір үміт оты жылт еткен, алайда көздері үрейге толы мыңдаған еділ қалмақтары шығысты бетке алып, ақырын жылжып бара жатыр. Ақырын емес-ау, жан ұшыра қимылдап. Көштің ұзын саны шамамен 170-180 мың адам. Тайлы тұяғымен қолдарына ілінген азын аулақ дүниесін жиып, жан ұшыра шығысқа қарай жылжып бара жатыр. Оларды арны қатты еділдің мұзымен өтіп бара жатқанын қазақтың бір топ жауынгерлері сонау жар басынан үнсіз бақылап тұр. Қалмақтар бір-біріне соқтығысып, бірінің үстін бірі басып, қайтсе де келесі жағалауға жетіп алу үшін тырбаңдап жатыр. Бұл үлкен төбеден қарағанда шеті де шегі де көрінбейтін мыңдаған адамның ретсіз шығысқа ағылуы болатын. Олар бұл жерге қалай келді? Алдымен соны түсініп алайық. Ойраттардың ұлан байтақ дешті даласына бірінші рет келуі емес, сонау Әбілхайыр хандығы құлатып, кейін қазақ хандары Тәуекел мен Есім хандарға тәуелділікке түсіп, кейіннен солтүстіктегі қазақ ауылдарын жарып өтіп, Еділ бойына барып қоныстанған болатын. Ондағы башқұрттар мен ноғайларды өз жерінен ығыстырып, Мәскеудің шығыстағы күзетшісіне айналды. 2 ғасырдан астам уақыт бойы қазақтардың ығырын шығарып, тіпті жойып жібермек болған халық енді бәрін тастап, әйтеуір өлмей аман есен Жоңғариясына жетіп алмақ болды. Алайда қырғын көрген қазақтардың көп бөлігі олардың бұлай жайдан жай кете салуына келісе қоймады. Себебі олардың ішінде біреуінің әкесі, біреуінің жан дегенде жалғыз баласы осы қалмақтармен соғыста ажал құшқан болатын. Еділ бойынан жөңкіле көшкен осы алапат көштің шыққаннан бастап, Жоңғария жеріне жетем дегенше қайда тоқтап, қайда демалғанына дейін қазақтардың көз алдында өтіп жатты. Қалмақтар жайықтан өтіп, Торғайдың суынан сал жасап әзер өтіп, Балқаш көліне қарай беттеді. Осы кезде кіші жүз қазақтарының басшысы Нұралы хан бастаған топ оларды жолай ауылдардан өткен сайын шабуылдай берді. Бұл бір кездері Ресейді табаныма салам деп мыңдаған французды соңынан ертіп кейін қайтарда, Кутузов оның әскерін қалай жойып жіберсе, Нұралы хан да қалмақтарды әр тоқтаған сайын бір шабуылдап, олардың санын азайта берді. Көш өзінің мәресіне жақындап қалған болатын. Бүкіл қазақтың жекелеген сұлтандары бір тудың астына жиналып, Абылай ханның бастауымен 50 мыңға жуық әскер Мойынтының бойында қалмақтарды түгелдей қоршап алып, оларды тыпыр еткізбеді. Шеттерінен қырылып қалу қаупі туғанын түсінген көштің басшысы Обашы Абылай ханға елші жіберіп, ақ үй аманатын беріп, өздерін бодандыққа алуға өтініш айтады. Қалмақтардың ұсынысын Абылай хан кеңеске салып, би батырларменен 3 күн бойы кеңес құрған екен. Алайда бұл қалмақтардың кезекті қулығы болатын. Мәжілісте батыр баян бастаған бір топ батырлар қалмақтардың мұндай қулығына сенбеуді, оларды осы сәтте бас көтертпесе етіп жеңу керектігін айтады. Алайда бұл кезде қалмақтар қулыққа басып, қазақтардың шебін жарып өтіп, шығысқа қарай лап қойған болатын. Есеңгіреп қалған қазақтар қайтадан жауынгерлік сапқа тұрып, қалмақтарды қуалай бастады. Алдағы уақытта қазақтың ауылдағы жігіттері қалмақтарды алдынан тосып алып, шабуылдай берді. Қазақ әскерлері қалмақтарды екі жақтап қыспаққа алып, оларды суға жақындатпай, шөлді жерлермен жүруге мәжбүрледі. Осылайша аштық пен шөлден әбден қалжыраған көшке
қазақтардың тың әрі сақадай сай әскері лап қойып үнемі қырғынға ұшыратумен болды. Қалмақтардың бұл көші олар үшін тым қымбатқа түсті. Сонау Еділден шыққанда олардың саны шамамен 170 мыңға жуық адам болса, олардың тек 10-15 мыңы ғана Жоңғарияға табандары тиді. Ал қалған бөлігі жолда аштық пен суық шөлден қазақтардың үздіксіз шабуылдарынан қырылды. Кейбір бөлігі жолай өз көштерін тоқтатып қазақтардың арасына еніп кетті. Ал әлгі азғантай қалмақтарды, яғни Жоңғарияға жеткен қалмақтардың азғандай бөлігін ол жақта жұмақ бағы күтіп тұрмаған еді. Жоңғария жерінде қалмақтарды Қытайлардың билігі күтіп тұрған болатын. Ал Абылай хан мен өзге де қазақ хандары азаттық жолындағы күресті одан әрі жалғастырды. Себебі олардың алдында азаттықты сақтап ел ретінде өмір сүру немесе өзінің көршісі Жоңғария секілді жер бетінен жойылып кету таңдауы тұрды. Ал олар даланың нағыз көкжалдары болатын.